тілеймін. Осы аманат капта бір-бірлеріңізбен жақсы ойын көрсетесіздер деген үміттемін. Және де аманат кап ол тек қана турнир емес, отбасы ретінде отбасылық қасиеттерімізді одан әрі нығайтуға көмектесетін турнирлардың бірі. Когда заман талаптары өзгеріп жатқан кезде бірінші раунд қалай болды айтып жүрсіздер ма ағалар? Өте күшті алды. Қуандықтым. 3-ші ранг алдым. 4-ші ранг. Екінші ранг алдық. Ойын қызық болды. Өте жесткий, шіле жесткий болмады, қызық болды. Екі. Сіздер? Біз 3 алдық. Сіздер бір ойын ойнайсыздар ғой, бір рун. За бергенсіз. Тез келіңіз бол. Бірінші ойын қалай болды? Өте керемет болды. Нешінші ранг алдыңыз? 2-ші ранг алдық. Вау, рубицетуге дайынсыз ба? До конца кам. Кімді соперник көп? Настрой боевой болып тұр қазір. Кеденде түсті? Элдіға шықсам болды, білмеймін қазір. Сіз ше. Мен ба? 2-ші бір. Бірінші ранг алдым, енді өкінішке қарай менен рубицет алмайсыз. Сізге бұл бақ Қуаныштымын. бұйырмады. Қуаныштымын. Екенсіз ұтылам не ойлайсыз, иә, мойындады. Қайда қашып барасыз, мен әлі рұқсат бермедім кетуге. Бергенсіз? Боссыз, давайте. Келесі менің жертвам Ақмарал ханым. Ақмарал ханым. Бергенсіз, қорықпаңыз, Қайнар мырза. Сізден алып қашып кетпеймін, қорықпаңыз. Қалай болды ойын? Ойын өте күшті болды. Қайнар мырзаны жамандағыңыз келіп тұр ма? Жоға, біз бірінші ранг алдық деп. Егер бірінші ранг алмасаңыз жамандайсыз ба? Жоқ, күшті ойнадық. Ең бастысы ойынымызға өзіміз ризамыз. Солға басты. Кімді соперник көріп жатсыз? Сіздер? Әрине, ондай солай жоқ. Болды, осы жауап жеткілікті. Аяна ханым, жаңа сіздің спикеріңізмен Элдіға шықсам болды, БПФ-ке бәрібір деп айтты. Сіз бұған қандай ой білдіресіз? Менде де сондай ой десең. Сіз кімді соперник көріп жатсыз жалпы? Энабат ханым мен Ахниет ханым. Әрине, болды жеткілікті деп. Жаным, Қайырбек мырза. Қалайсыз? Неге Қазақстан әкімдер сияқты қашып жатсың менен? Сіздің сұрақтарыңыз ұнамайды маған. Мені ұнамайды деді, көрдіңіздер ма? Ұнамайды деді. Менің сұрақтарым ол мен демек, мен де ұнамаймын ғой. Дұрыс, маған мен жауап беруге қысыламын. Сіз ақиқат айтуға қысыласыз ба? Сіз айтуға мәжбүрлейсіз да? Ол сіздің манипуляцияға тез беріп қояды деген сөз. Бірақ сіздің қатеңіз тоже манипуляция жасайтыныңыз. Мына сол қате бар. Сонда сіз менің оқып жатқан мамандығым Сіз қате, просто- СУ-дан алып тастау керек деп. Жоқ, Мен менің ойымша. саясаткермін, иә. Иә, мен саясаткер деп ойлаймын. Және де мен өзім жақсы, рахмет сізге. Болды. Білмеймін ғой, мен ұнамайды деді ғой. Мен бір буындас, бүгін өкінішке емес, қуанышқа қарай деп қойып кетсем. Ойнап айтамын. Махаббат ханым, не айтасыз? Бізде блог. No comments. Маған айтып жатыр, журналистер ұнамайды, олар манипуляторлар дейді да. Мен жетемей отырмын. Сіз қалай ойлайсыз? Келсем. Минус бір хет. Ойын қате достар. На видеоны қай жаққа шығады? Бұл Қазақстан КТРК телеарнасынан жібереміз. Аманат деген деп бастың. 4-ші курстардың клубқа бір құндылықты жеткізу жолы деп білемін. Себебі іштерінен 3-ші курс пен 2-ші курс орта буындар мен аға буындар жас буындармен бірге ойнау арқылы күшті вайб беретін сияқты. Сол үшін аманат турнир кайф. Аманат қап деген Блин. Мен өзім сөйлей берейінші просто так. Мараттан сәлем. Менің келгенім өте әділетсіз болған сияқты фракциялар үшін. Өйткені бүгін VIP деген сияқты нәрсе бар екен. VIPтер төрешілер таңдалады екен. Қазір барлық VIPтер мені таңдап қойса, кешірім сұраймын. Кешірім сұраймын, мен білген жоқпын ондай нәрсе бар екен. Достар, привет десің. Біз, короче, бірінші орын алдық. Бірінші ойыннан бірінші орын алдық қой. Что там? Дальше алдағы уақытта да ала береміз деп ойлаймын. Бізге удачи. Бұл жерде танымдық көкжиегіміз артып жатыр деп. Қалай артып жатыр? Бізде артып жатыр, потому что бұл кісі арабша төте жазумен жазады екен. Аманат деп жазған екен. Жазып жатыр екен. Еще мына кісі корейше жазамын дейді. Таным көкжиек артып жатыр. Мынау еще латиница деп. Осыны ғана білеміз ше. Қан ешқайсысын танымаймыз. Будто международная организация сияқты. Нормально болып тұрсаң да. Бұл арабша емес, көптеген адам қате түсініп жатады. Әсілінде бұл біздің
Ахмет Байтұрсын атамыз жасап кеткен төте жазу. Бұл қазақша. Осыны түсіндіріңізді сұраймын. Жақсы, рахмет. О, вау. Давайте сау болыңыздар. Оққа түсіп сағансың ғой деймін. Бастысы ол сіздердің көңілдеріңіз, біз үшін сіздердің келгендеріңіздің өзі уже қуаныш сыйлайды. Біз үшін соның өзі керемет андай бақытты сәттер сыйлайды. Ең бастысы турнир сіздерге ұнаса, бұл аманат кап бізге берілген ата буындардың аманаты болғасын. Бізде тек жауапкершілік пен қобалжулар ғана, қалған сезімдер тек сіздерде, эмоция, басқа нәрсенің барлығы. Қосылам. Ойындар өте қызық болды. Бірінші раунд, екінші раунд алдық, екінші раунд көреміз бұйырса. Айтар мырза, бұл турнир несімен ерекше басқа турнирлерден? Сіздің ойыңызды айтсаңыз. Бұл турнир несімен ерекше? Скорее всего, басқа турнирлер, басқа шет елде, типа шет жерде болады, дұрыс па? Басқа университеттерде. Ал бұл турнир біздің буындық сабақтастарымызды, яғни аға буын, орта буын мен жас буындардың арасындағы байланысты нығайтуға болады. И бұл буынның соңында бізде қаңғыру бар ғой, короче, дерзкий. Бұл турнирде клуб мүшелерінің барлығы қатысып, атсалысып, барлығы бірге отбасылық ауыран жасайды. Сондықтан да ол осы турнир басқа турнирден ерекше деп ойлаймын. И ара қатынасты бекіту үшін сол мақсатта қатысып жатырмын өз басым. Керемет ниетіңізге. Бұл турнир несімен ерекше болады? В целом турнирдің атмосферасымен негізі былай жай турнирлерде біз ойын ойнаған кезде көбінесе соперничествомен ойнаймыз, то есть бір-бірімізбен жарысып ойнаймыз. Но мен байқағаным, біз ойындарда, румдарда көбінесе өте күшті атмосфера болып жатыр, көбінесе дружеский атмосфера болып жатыр. И сол нәрсе өте ерекше әсер етіп жатыр. Турнир ма, андай қарарлар да мощный, төрешілер де күшті, барлық аға әпкелер келіп, прям күшті атмосфера, прям андай дома болып тұр да, үйдегі атмосфера сияқты болып тұр, прям күшті. Не айтайын? Несімен ерекше болады? Барлықтарыңызға сәлем. Қалайсыз? Турнир өте ерекше болып жатыр. Маған төрешілік өте қатты ұнап жатыр. Төрешілікті өте керемет ойындар болып жатыр, өте керемет төрешілік пен фидбектер кетіп жатыр. Типа өздері выживать ете берсін, біз мына жақта өзіміз. Артемий мырза, ал бұл ойындарына кім шығады деп ойлайсыз, фавориттеріңіз? Фавориттерім Аслан мырза. Так, Аслан. Арыстанбек мырза. И өзім деп бастайын. Арман мырза шығуы мүмкін. Әдемі ханым шығу керек. Шығады, Нұрмұхамед мырза шығады. Эльнура ханым, Беғаділ мырза, Нұрсая ханым шығуы мүмкін. Төртеу болды, я? Тағы төртеу айтып беріп қой. Рома. Жоқ, Ромаға жоқ. Рома шығады. Чекай. Ең алғашқы болып Құлбек Рамазан. Ретінде ма? VIP болған 3 фракцияның спикерлері шығады деп ойлаймын. Махаббат ханым. Маха ханым. ЛД ойындарына ма? Енді Махаббат ханым шығатын шығар. Айша ханымдар. Ақнұр ханым. Тағы кімнің көп адам ойын көрмеген негізі. Кейін мен деп па. Ақмарал ханым. Елназ ханым шығады. Бекжан мырза шығады. Аружан ханым шығады. Ақнұр ханым басқалардан шығады. Кешіріңіз. Сәлем достар, бүгін бізде Аманат Кап 10 дәстүрлі турнирдің екінші күні. Біз осыған дейін 2 LD 1-2 және финал ойындарын ойнадық. Енді оның нәтижесін күтіп жатыр қатысушылар. Онымен қатар бізде қазір АПФ ойындары басталады 1-8. Көріп тұрсаңыздар, контентте барлығы қызу дайындалып жатыр. Бір-бірімен идея сұрап, ұрылап, қаш-тұсқасы өте обидно болады. Барып қарап келейік, кім не істеп жатқанын. Мысалы Беғаділ мырза тығып дайындалып отырсыз. Неге ондай шешім қабылдадыңыз? Жалпы мен өте қатты қарсымын. Осындай кісілер келіп мені гайстайды, кейс бер деп. Жаңа ғана гайстады. Осы 5 минут. Ол видеоға түскен жоқ қой ешкім. Маған сеніңіздер, Беғаділ өтірік айтпайды. Беғаділ мырза биохим, ода абырой жоқ. Кеттік достар.
Вау, Батикон мырза. Неге қатал түрмен кейс құрап атсыз? Кейсім дайын емес. Екі қағаздарын қызғанып. Вау, Нұрсая ханым қалайсыз? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Күттім я. Себебі барынша талпынған болатынбыз. Нұрсая ханым тема барлық команданы алға тартып бізді тащитып жатыр. Үйретіп қойғасын. Келесі жылы аманаттың несін алады? Плей-оффын алады бұйырса келесі жылы. Мен осы видеоны келесі жылы қиып, Аяна ханым қоямыз да Нұрсая ханымның аузы дуалы деп айтамыз. Сөз сәттілік. Мына жақта что-то бір кісі қатты күліп жатыр. Блин, көп құтырған бір жыл айтты деген Эльмира ханым. қуанып тұрмын. Не үшін? Жоқ оған емес. Ема, мен гасет салған арам. Али қойға аламын жерге деп тұрған. 40 плюс градуста көретін түстер болды ғой мынау видео. Өтті мақұл өтті. Ну, бір декке дейін барсам, потом көрерміз. Мен дайындалдым бір декке. Кімдарға кім сөз беріп жатыр? Аслан мырза, айтыңызшы, биғанымызға келіспейді, что биохимдардың қазір абырой жоқ екен. Менде абырой бар, елді ойнадым. Абырой деген не? Сол өте күшті көрдіңіздер енді. Тіпті бір турнирдің ұйымдастырушы подтвердить етті, биохимның абырой жоқ екен. Жоқ! Вау, ең маңызды персонадан қалай сұрамаймын мен. Ең ұзақ, ең қиын, ең шешу. Жақсы. Мен өйтіп шешімді барынша әділ шығару үшін ойланып, салыстырып, сөйтіп шығарамын ғой. Не ол? Таңда бүгін сіздердің ішіп атқан завтрактардың сіздерге жақсы бір нәтиже берсін деп тілеймін. Білмейміз, қазір аманаттың даже супер финалға Элдың кім шыққанда білмейміз, потому что шешім екі жақты. Ерасыл мырзаның шешімін білмейміз. АПФ кубокты кім алатынын да білмейміз. Мына видеоның шыққан кезде, скорее всего, біз білеміз кім екенін, сондықтан құтты болсын. Аманат Кабонның чемпионы. Рахмет, алдын ала құттықтадым, мен де қабылдадым құттықтауыңызды. Рахмет. Вау, Диас мырза. Сіз неге бүгін слово пацана. Я. Кім бар? Инель ханым тығылып донер жеу бар ма не? Бөліспейсіз ба не? Апермейсіз ба орта буынызға донер? Аға буындардан финалдан Айша ханым ойнағыңыз келе ме әлде Беғадыл мырза ме ба? Айша ханым ойнағым келеді. Ужас. Достар, так кім бар? Жаннұр ханым, сіздің санатаңыз қайда? Бәдем тізем. Сания ханым қалайсыз? Не жеп атсыз? Тығылып, менімен бөліспей. Дайындық қалай атыр? Шүкір, вроде нормально. Қай жерден қарап атсыз аргументтерді? Google. Орда кейзет. Қалай плей-оффке өткен чувство қалай екен? Күшті. Бірақ қарын ашып тұр, ерте тұрдық, дым дайындалмадық. Неге қасындағы аға буын сізге тамақ әпермейді? Ужас, не деген күшті сұрақ болды. Не деген ауыр сұрақ. Айтып қырылыңыздар шы. Аха. Кімнен үштіңіз? Жанар хан. АПФ-те көш алайын деп атыр. Иә. Бұйырса десін. Жақсырмайды да бұлар. Айша ханым қалайсыз? Жақсы, күшті өзіңіз. Айырып атыр екенсіз ғой. Жоқ. Я. Супер финалда қай жас буынмен ойнаймын деп ойлап жатсыз? Супер финалға өтіп алайыншы. Біз Беғадыл мырзаны уже қадап сатып қой болды. Мүмкін, иә. Журналистер алға, биіктерге самға, биохимдер өз орнын біліп жүрсін. Әрке ханым, сізге ұйқыңызды жалко емес па азанмен жүрген? Айша үшін келдімші мен. Бірде сегізде фанат етемін деп бардым. Келмейді осындайды. Сотталып кетсек те келмей шығарады. Биохим ғой, биохим. Нұрик мырза, сіз қатты сөйлеп қойып жатыр едіңіз ғой мана. Көңіл-күйіңіз қалай? Өте күшті. Мен айта беремін. Біз бәрі көреді сосын. Қараңыздар, еркелеп болмайды. Аға буынның басына шықты деген осы шығар енді. На микрофонды может. Я, мәз, жеп қойсын. Мына кісіде идеальный кейс бар. Мамам бүкіл логиканы түсіндірді. Мен бәріне айтып салам уже кейсімді. Маған айтпадыңыз ғой толық. Апайсыз айтпадыңыз. Тыңдамай қойды. Қойыңызшы, қазір үкімет сізге бүйтіп қарсылық келтіреді деді да мен қайсыңыз. Ал. Тиіспеңіз, біреудің дүниесі ғой, оқы дейін барам деп ойлайсыз. Маманы мешать етіп жатыр, сөйлейші. Дайте.
менің ойымша бұл турнир өте керемет өтеді. Қатысушылардың барлығына сәттілік тілеймін. Давайте. Сәл пикмилау ма? Кім бар жаңа біреу күліп отыр еді ғой ана кісі. Арыстанбек мырза. Арыстанбек мырза қайда кетіп қалды жаңа күл. Міне екен ғой. Неге? Сізді елден айырып жатыр дейді ғой. Ит болып аяп жатыр. Хит болғанда ит болып кеттіңіз ба? Жоқ, айтатын әңгіме жоқ ше просто. Көрдіңіздер ғой, елді сақсындырса да жақсындырмасын ағайын бастысы. Так, болды ау. Осы жерде уже ешкім қалмады, қазір бочкаға барғанда қаншамыз бәріне. Давайте достар, келесі кездескенше. Рухняның вайбы қалай отыр? Көңілсіз ойға батқанда жол бата аласың ба? Өмірдің мен сүйген бояуларын ұната аласың ба? Аманаттың енді идеясы жалпы жасау турнирі сол 4-ші курстардың жалпы клубтың құндылықтарын табыстау, жас буындарға, орта буындарға енді барлықтарыңыз бұл жерге жиналатын адамдардың барлығы негізі клубы үшін емес, барлығымыздың көзқарасымыз, барлығымыз құндылығымыз сәйкес келгеннен кейін осындай белгілі бір комьюнити жасап шығарған болатын кезінде ағаларымыз. И сол комьюнити жаңағы бауырмашылдық, бір-бірімізге жаңағы ханымға мырза, ханым деп сөйлеу, қарындасың ретінде ханымдарды сыйлау, ханымдарды аға іні ретінде мырзаларды сыйлау деген сияқты дүниенің барлығы бұл клубтың құндылығы, клубтың идеологиясы. Buğunumuz Berdi Murat ağa geldi. Doğulu şapakla karısı. Bayaqlik. Qizlar nega yaxshi qurtadi? Makiyaj kelisi. 1-02 ақпан аралығы СДУ Қазақ дебат клубында аға буын орын алған Жаннұр ханым мен Мерей ханым Аманат кап мен үшін ол дебаттың жүрегі. Сөйлемдер керек. Шығарма жазға болатын. Ойымша қуаныш, и в то же время қайғы. шартсыз махаббаттары, көңілдері, сондай күшті ойындар, осындай күшті бай, білеймін, ақ заманат сипаттаған сияқты. Аманат үшін бір сөзбен. Аманат комфортность, орта, махаббат.
аманат сіздер үшін бір сөзбен. Отбасы. Аманат деген өте күшті турнир. Келесі жылғы аманатты алатын адамға үлкен сәт тілеймін. И сіз мен үшін там өте мықтадан сұрасым, аманатқа қатысқан, біздің клубта бар келген жас турнир үшін чемпион. Өте жақсы. Аманат бір сөзбен қиянат деп. А дегенің аналар ғой ардақты, М дегенің мамалар ғой салмақты деп көтсең болды. Сіз үшін аманатқа бір сөзбен қалай қорытындайсыз? Комфорт. Больше аға кілердің сылардай. Жастандарға деген ықыласын, олардың қамқорлығын ерекше деген турнир болады. Аманатқа махаббат. Шын комфорт. Сабақтастық. Өте күшті. Маған очень Аманатқа сіз үшін бір сөзбен қалай қорытындайсыз? Сіз үшін бір сөзбен қалай қорытындайсыз? Ыдыстан сол түші ойын жапты бүгіндікке жасқа.